Футбол әлемінің аңызы. Подкастымызды бастағалы бері осы кісіні шақыруға талай рет тырысып жүрдік. Ақыры бүгін бізбен бірге Obi-Wan подкастының қонағы, футбол аңызы, алтын доп иегері Луиш Фигу. Көке, қош келдіңіз. Рахмет, достар. Мына таныстыруларыңды тыңдасам, өзім ақша төлеп қойғандай болып тұрмын. Луиш, қалайсыз? Жалпы өміріңіз қалай, барлығы жақсы ма? Шүкір, шағымданатын ештеңе жоқ. Ең бастысы денсаулық. Отбасы аман. Жақсы көретін ісіммен айналысып жүрмін. Әлі де футболдың ішінде жүрмін. УЕФА-да жұмыс істеймін. Өз бизнесімде бар. Қазір Ла Лигамен бірге осында болғаныма қуаныштымын. Өйткені бұл әлемдегі ең ірі чемпионаттардың бірі. Премьер-лиганың жанкүйерлері жиі айтады, Луиш Фигу ешқашан Англияда ойнамады. 90 жылдардың ортасында Манчестер Сити туралы әңгіме болған дейді. Тағы бір қызық әңгіме. Сіз Алекс Фергюсонға жоқ деген санаулы ойыншылардың бірі екенсіз. Бұл рас па? Жоқ, олай емес. Мен спортингтен өте жас кеттім, 21 жасында. Бірақ бір қызық жағдай болған. Реал Мадридтен Интерге ауысатын кезде Англия клубтарының бірімен сөйлескенмін. Бірақ олар шешім қабылдауға тым ұзақ уақыт алды. Сол кезде мен Массимо Моратtiмен кездестім. Әңгімеміз өте жақсы өтті. Бір-бірімізді бірден түсіндік. Сондықтан мен Италияға баруды таңдадым. Қазір ойласам, дұрыс шешім болған. Қай клуб екенін айтуға қарсы емессіз бе? Жоқ, еш проблема жоқ. Ол кезде мен Рафаэль Бенитеспен сөйлескенмін. Ол Ливерпульде болатын. Бірақ соңында ештеңе болмады. Тағдыр солай болды. Ман-Сити ше? Бұл рас па? Жоқ. Мен ешқашан Манчестер Юнайтедпен де, Манчестер Ситимен де байланыста болған емеспін. Сіз кейін Барселонаға бардыңыз. Сіз бірге жұмыс істеген бапкерлерді қарап отырдық. Йохан Кройф, сэр Бобби Робсон және әрине Луи ван Гал. Үшеуі де үлкен тұлғалар. Бірақ әрқайсысы мүлде бөлек. Сіз үшін ең мықтысы кім болды? Мен Барселонаға бір себеппен бардым. Йохан Кройф үшін. Сол кездегі Dream Team. Мен онымен тек бір маусым жұмыс істедім. Өйткені бұл оның бапкер ретіндегі соңғы жылы еді. Кейін ол клубтан кетіп бапкерлікке қайта оралмады. Қазір ойласам, бұл шамамен 30 жыл бұрын. Бірақ сол кезде ол көптеген адамдардан бірнеше қадам алда болды. Соның өзі бәрін түсіндіреді деп ойлаймын. Сосын Бобби Робсон болды. Мен онымен спортингте де жұмыс істегенмін. Кейін қайта Барселонада кездестік. Содан кейін Ван Гал келді. Тағы бір голландиялық. Бірақ адамдар оны мінезі туралы көп айтады. Кейбіреулер тіпті жынды дейді. Ол өте қатаң мінезді адам. Бірақ онымен пікірталастыруға болады. Өте кәсіби. Кей жағдайда өте қатал болды. Бірақ мен үшін ол жұмыс істеген ең мықты бапкерлердің бірі. Біз кейде көп ұрсатынбыз. 97 жылы сіз Роналдумен, яғни R9-мен бірге ойнадыңыз. Сол бір маусымда ол қандай деңгейде болды? Өйткені ол Барселонада барлығын шашып жүретін еді ғой. Сіз сол командада бірге ойнадыңыз. Ол қаншалықты мықты? Барселонада. Ол кезде Роналдода ешқандай жарақат жоқ еді. Өте арық, өте жылдам, нағыз бабында жүрген кезі. ПСВ-дан жаңа келген. Шынымды айтсам, оны сипаттайтын сөз табу қиын. Сол уақытта ол барлығынан әлдеқайда жоғары деңгейде болды. Тіпті жаттығу да керек емес сияқты көрінетін. Өйткені оның бойында таза талант бар еді. Жылдам, күшті, техникасы керемет. Әрине, бразилиялық ойыншылар, Рональдиньо сияқты бәрі де өте талантты. Бірақ Роналдо ол бөлек деңгей еді. Оны күн сайын жаттығуда көру ерекше әсер болатын. Бір матчесінде Валенсияға қарсы ойын. Матчтың соңына жақын ол допты орта алаңнан алды. Бір сәтте құлап қалды. Бірақ қайда тұрды да дриблинг, тағы дриблинг. Бәрін айналып өтіп гол соқты. Сол кезде ойлайсың, бұл не өзі? Бұл адам ба, әлде супермен ба? Керемет ойыншы еді. Достар, қазақ тіліндегі контентті бірге дамытайық. Лайк, комменттермен көмек көрсетсеңіздер, видеоның тез тарауына ықпал етесіздер. Мен әрқашан Роналдоға таңғаламын. Өйткені біз екі түрлі Роналдоны көрдік. 98 жылға дейінгі Роналдо өте арық, жылдам, бәрін жасай алатын Роналдо. Сосын 98 жылдан кейінгі, яғни Мадридтегі кезеңі. Сәл өзгерген, бірақ бәрібір өте тиімді ойыншы болды. Сіздің көзіңіздің алдында ол қалай өзгерді? Әрине, физикалық тұрғыдан өзгерді. Жарақаттар оған өте ауыр тиді. Меніңше, ол өзінің прайм жылдарының бірнешеуін жарақаттың кесірінен жоғалтып алды. Өйткені дәл сол жасында ол жыл сайын әлемдегі ең мықты ойыншы болу керек еді. Бірақ ол қайта оралды, көп еңбек етті. Денесі өзгерді, бірақ сапасы сол күйінде қалды. Мысалы, ол Реал Мадридке келгендегі алғашқы матчтардың бірінде ақ 2-3 гол соқты. Ал мен жақыннан көрген ойыншылардың ішінде айтар едім. Ол қақпа алдында ең мықты шабуылшы. Дәл сондай оңай гол соғатын ойыншыны көрген емеспін. Жарайды, енді 2000 жыл туралы сөйлесейік. Сіздің үлкен трансферіңіз. Шынымен бе? Бәрі әлі күнге дейін есінде сақтаған трансфер. Онда менің деректі фильмді көріңіздер.
Бұл шынымен керемет оқиға. Барселонадан Реал Мадридке ауысу футбол тарихындағы ең үлкен трансферлердің бірі. Көп адам оны әлі күнге дейін ұмытқан жоқ. Бұл жағдайдың осыншалық үлкен шу болатын білдіңіз бе? Өмірдегі көптеген үлкен оқиғалар тосыннан басталады. Ал кейін ол қар домалағандай үлкейе береді. Бір кезде артқа қайту мүмкін болмай қалады. Бұл оқиға Евро 2000 кезінде басталды. Мен ұлттық құрамамен турнирде жүрдім. Бір күні агентім қоңырау шалды. Ол айтты: Мадридтегі президент сайлауына қатысып жатқан бір кандидат сенің келісімшарттағы босату бағасын төлеуге дайын. Сені Реал Мадридке апарғысы келеді. Мен таң қалдым. Өйткені сол кезде менің контрактым 60 миллион евро еді. 2000 жылы 60 миллион. Қазіргі ақшамен салыстырсаңыз, өте үлкен сома. Мен агентіме айттым: бұл тек кандидат қой. Оның сайлауда жеңетіні де белгісіз. Менің Барселонамен келісімшартым бар. Мен сол кезде тек евроға назар аударғым келді. Сол жылы тағы бір қызық жағдай болды. Дәл сол уақытта Барселонада да президент сайлауы өтіп жатқан. Сондықтан мен агентіме: жарайды, тыңда не айтатынын. Бірақ әзірге ештеңе істемейміз дедім. Сосын бұл туралы клуб президенті Нунеске де айттым. Мен оған: Мадридтегі бір кандидат менің контрактымды төлеуге дайын екен дедім. Бірақ сол кезде Барселона қаржылық қиындық көріп жүрген сияқты еді. Мүмкін олар үлкен ойыншылардың бірін сатқысы келген шығар. Мысалы, Ривалдоны. Бірақ нақты ұсыныс болды ма, білмеймін. Президент маған: егер ақша келсін, онда сөйлесеміз деді. Мә, саған не дейді? Шамамен солай болды. Сосын мен демалысқа кеттім. Бірақ сол уақытта жағдай барған сайын күрделене бастады. Ал ары қарай не болғанын бәріңіз білесіздер. Сол кезде жанкүйерлердің сізге қарсы бұрылатын түсініңіз бе? Ол кезде демалыстадым. Шынымды айтсам, бұл процесс бүкіл демалысымды алып қойды. Мен де кейбір қателіктер жібердім. Мысалы, бір сұхбатта мен Реал Мадридке бармаймын деп айттым. Сол кезде шынымен солай болады деп ойладым. Өйткені бұл процесс өте түсініксіз болды. Бір күні барамын деп ойлайсың, келесі күні бармаймын деп ойлайсың. Бұл қалыпты жағдай емес еді. Өйткені бұл жерде сені ренжіткің келмейтін адамдар да бар. Ал шешім қабылдау өте қиын болды. Сол кезде мен Барселонада қалам деп ойладым. Сондықтан сол сұхбатты бердім. Бірақ соңында Реал Мадридке ауыстым. Сол себепті ол сұхбат менің қателігім болды. Тағы бір маңызды нәрсе, мен Флорентино Переспен ол сайлауда жеңгенге дейін ешқашан сөйлеспегенмін. Сол күні Лиссабонға ұштым. Өйткені менің агентіммен қарым-қатынасым ұзақ жылдардан бері болды. Бізде ресми келісімшарт та жоқ еді. Тек сеніммен достық. Бірақ жаңалықтарда агентім Мадрид кандидаты Флорентино Переспен келісім жасап қойды деген ақпарат тарады. Тіпті егер мен Реалға бармасам, ол үлкен айыппұл төлеу керек деген әңгіме болды. Мен ол келісімшартты өмірімде көрген емеспін. Бірақ сол ақпараттармен бәрі қысым жасай бастады. Бір күні мен отбасыммен бірге демалып жатқанмын. Сол кезде адамдар келіп, мені Реал Мадридке баруға көндіре бастады. Тіпті әйелім мен балаларымның алдында жылап қысым көрсетті. Олар: егер сен бармасаң, біз мынадай үлкен ақша төлеуіміз керек деді. Сонда мұны сізге агентіңіз айтты ма? Өйткені мен ешқандай келісімшарт көрген жоқпын. Бірақ олар жағдайдың қаншалықты ауыр екенін түсінуге тырысты. Содан кейін Перес сайлауда жеңген күні мен Лиссабонға ұштым. Сол жерде Флорентино Переспен өмірімде алғаш рет кездестім. Агентімнің кеңсесінде отырдық, ұзақ сөйлестік. Сол кезде әйелім мен балаларым Сардинияда демалып жатқан. Ақыры мен шешім қабылдадым: Реал Мадридке барамын. Сосын әйеліме қоңырау шалдым. Біз Мадридке барамыз дедім. Ол: жарайды, біз сені қолдаймыз деді. Ал келесі күні мен Реал Мадридте ресми түрде таныстырылдым. Сол күннен бастап менің өмірім толық өзгерді. Мен бар ғой, осы бір матчты есіме түсіріп отырмын. Сіз бұрыштама орындауға барған кезде жанкүйерлер сіздің үстіңізге бәрін лақтырды. Су бөтелкелері, түрлі заттар, тіпті шошқан басында лақтырды. Ақыры ойын тоқтатылды. Сол кезде команда киім ауыстыратын бөлмеге кіргенде жағдай қандай болды? Командаластарыңыз сізді қалай қолдады? Бұл тек мен үшін ғана қиын жағдай болған жоқ. Әрине, назардың бәрі менде болды. Бірақ бүкіл команда ішінде бұл қалыпты футбол атмосферасы емес еді. Өйткені ойын тоқтай береді, қайта басталады. Алаңның ішінде түрлі заттар толып жатыр. Мұндай жағдайда футбол ойнау мүмкін емес. Бірақ солай болды. Соңында ештеңе болған жоқ. Тәртіптік жаза да болған жоқ. Қазір осындай жағдай болса, елестетіп көріңіз, не болар еді. Бірақ ол тарих. Достар, қазақ тіліндегі контентті бірге дамытайық. Лайк, комменттермен көмек көрсетсеңіздер, видеоның тез тарауына ықпал етесіздер. Сіз 2000 жылы алтын допты да жеңіп алдыңыз. Бұл жеке марапаттардың ішінде ең ерекшесі ме? Әрине, бұл үлкен құрмет. Бірақ мен оны бір жылдағы ең үздік ойыншы үшін емес, бүкіл карьерамның бағасы сияқты қабылдаймын. Бұл өте эксклюзивті марапат. Ол кезде де мен бірнеше рет үміткерлер тізімінде болдым. Бірақ сол дәуірде бәсекелестік өте жоғары еді. Роналдо, Зидан, тағы басқа керемет ойыншылар. Сондықтан оны жеңу үлкен мәртебе. 2 апта бұрын Мадридте сіздің досыңыз Роберто Карлоспен кездестім. Көкеміз әлі в порядке екен. Одан бір сұрақ сұрадым. Галактикостың ішінде ең сүйікті ойыншың кім деген? Ол көп жақсы сөз айтты, бірақ бір есімді атады. Дэвид Матео Бекхэм. Фигу, Зидан, бәрі керемет. Бірақ Бекхэм
жаттығудағы энергиясымен ерекше болды. Әрдайым жүгіретін, әрдайым команда үшін жұмыс істейтін. Сіздің сүйікті галактикасы ойыншыңыз кім? Мен. Жоқ, әзір ғой. Шынымды айтсам, біз өте бақытты команда болдық. Өйткені бізде тек мықты ойыншылар ғана емес, мықты адамдар да болды. Ондай үлкен эголарды бір командада басқару оңай емес. Әрқайсымыз өзімізді ең мықтымыз деп ойлаймыз ғой. Бірақ бәріміз өз сапамызды команда үшін қолдандық. Сондықтан біз жақсы команда болдық. Қазірге дейін біз дос болып қалдық. Бұл бір-бірімізге деген құрметтің белгісі. Ал Бекхэм туралы айтсам, меніңше, оның футболдық сапасын адамдар жиі бағаламай қалады. Иә, ол әлемдегі ең танымал тұлғалардың бірі. Бірақ ол өте кәсіби ойыншы болды. Команда үшін көп жұмыс істейтін. Бүкіл матч бойы жүгіре алады. Сондықтан бәлкім Бекхэм. Бірақ бізде тағы бір өте маңызды ойыншы болды. Клод Макелеле. Ол біздің команда үшін өте маңызды еді. Иә, Макелеле. Сіздерге көп еркіндік берді. Сіздер шабуылда ойнай аласыздар, ал ол барлық қара жұмысты жасайтын. Көп адам оны да бағаламады. Иә, дәл солай. Қазір оның видеоларын көргенде Оны ютубтан қарау керек. біз Зубастик туралы айттық, Бекхэм және оның имиджі туралы да сөйлестік. Мен қайда бағыттап тұрғанды түсініп тұрған шығарсыз, а? Саған бұл сұрақты көп қоятын шығар, сондықтан кешірім сұраймын. Бірақ Криштиану 2004 жылы оның алғашқы үлкен турнирі болды. Ал 26 жылы ол әлі де ойнайтын сияқты. Әрине, жарақат болмаса, әлем чемпионатында болу керек. Шын айтшы, 2004 жылы онымен бірге ойнағанда, оның осындай деңгейге жетеді. Жоқ, елестете алдың ба? Ол менімен бірге ойнады. Дұрыс айтасың. Ол кезде ол сенің командаңда ойнады. Сол уақытта ол қапталда ойнайтын еді. Қазір мүлде басқа ойыншыға айналды. Сол деңгейге жететін елестете алдың ба? Иә, әрине. Ол кезде оның ерекше талант екенін көрдік. 2004 жылы ол небәрі 18 жастайды. Ұлттық құрамамен алғаш ойнай бастағанда оның техникасы керемет болды. Өте жылдам еді. Екі аяғымен де ойнай алатын. Өте биік секіретін. Сол кездің өзінде таңғаларлық ойыншы еді. Қазір де солай. Кейде адамдар бір нәрсе айтсаң, әсіресе сын болса, ол қызғанады деп ойлауы мүмкін. Бірақ мен Криштиануға үлкен құрметпен қараймын. Ол Португалияның атын бүкіл әлемге танытты. Оның рекордтары, үнемі жеңгісі келетін мінезі, бәсекелестік рухы, бәрі футбол тарихында ерекше орын алады. 2005 жылы сен FIFA президенттігіне кандидат болдың. Иә, ол керемет тәжірибе болды. Бір күні сол туралы кітап жазғым келеді. Болашақта Ербол Кайыров сияқты тағы да кандидат болу жоспары бар ма? FIFA немесе UEFA болсын, қай бағытты ойлап жүрсің? Себебі футбол әлемінде сені бәрі құрметтейді. Мен президенттікке кандидат болуға шешім қабылдаған кезде ұйымдағы басқару өте нашар болды. Шынын айтсам, кейбір жағдайлар мафия сияқты көрінді. Мен өзгеріс керек деп ойладым. Сол кезде Европа конфедерациясының қолдау болады деп ойладым. Бірақ олай болмады. Қазір менің мақсатым футбол басқару саласында тәжірибе жинау. Мен УЕФАда 7 жылдан бері жұмыс істеп жүрмін. Мен жаттықтырушы лицензиясын алған жоқпын, өйткені алаңда жұмыс істегім келмейді. Маған футболды басқару, жарыстарды дамыту, жалпы футболды жақсарту жағы қызық. Менің ойымша, тек атақ үшін үлкен қызметке келуге болмайды. Ол үшін дайындық керек. Сондықтан тәжірибе жинап, үйреніп жүрмін. Соңғы сұрақ. Сен Интердегі соңғы маусымында Жозе Мауриньомен жұмыс істедің. Ал келесі маусымда Интер требл жеңді. Сол кезде ертерек Зенитке шыққанына өкінбейсің бе? Егер менде болашақты көрсететін хрустальшар болғанда, әрине, Зенитке шықпас едім. Тағы бір жыл ойнайтын бе? Әрине, мен Интерде тағы бір жыл қалдым. Өйткені Жозе Мауриньомен жұмыс істегім келді. Оған дейін жарақат алған едім. Сол күйде карьерамды аяқтағым келмеді. Сол маусымда біз Скудетті жеңдік. Мен үшін бұл тамаша аяқталу болды. 36 жаста болсам да көп ойнадым. Жоземен жұмыс істеу керемет тәжірибе болды. Бұрын біз Спортинг пен Барселонада бірге болғанбыз. Бірақ ол кезде ол бас жаттықтырушы емес еді. Ол кезде аудармашы болған ғой, Иә, ол Бобби Робсонның аудармашысы болып бастаған. Кейін Робсонмен бірге Барселонаға барды. Кейін Ван Галмен де жұмыс істеді. Ол керемет тәжірибе болды. Қазір ол менің жақсы досым. Окей, соңғы сұрақ. Биыл Ла Лиганы кім жеңеді? Барселона әлде Реал Мадрид? Білмеймін, абайлап айту керек. Бірақ меніңше, Реал Мадридтің жеңетін уақыты келді. Соңғы жылдары Барселона жақсырақ болды. Реалдың чемпион болмай жүргеніне біраз уақыт өтті. Керемет. Луиш Куке, сізге көп рахмет. Сендерге де рахмет. Аман сау болыңыз.